Күйеуі мен енесіне берілген есеп сенің есің дұрыс па? Қандай шабадандар туралы айтып тұрсың? Мен анама көмектестім, ал сен босқа шу шығарып тұрсың. Олжас әйеліне аяқ киіміне кірген тасқа қарағандай жақтырмай қарады. Әдетте мейірімді көрінетін жүзі дәл қазір бөтен адамдыкіндей сұсты болып кеткен еді. Өзін толықтай дұрыс санап ашуға булығып тұр. Ал Ләззат үндемеді. Ол күйеуіне емес, оның ар жағындағы ескі қабырғаға қарап отырды. Сол қабырғадағы әрбір жарықты жатқа білетін. Бірақ дәл қазір оның жан дүниесінде көз жасы да, айқайлауға деген ниет те жоқ еді. Тек іші қуыс қалғандай меңіреу тыныштық орнады. Сол тыныштық бір сәтте болаттан да берік шешімге айналды. Жоқ, ешқандай айқай болмайды. Оның орнына әлдеқайда ауыр жауап болады. Ләззат 20 жыл бойы үнсіз ғана ақша жинап келді. Оның ешкімге айтпаған арманы болатын көл жағасындағы шағын ғана үй. Алдында жабайы жүзім оралған кең терраса. Террасада ескі тербелмелі орындық. Ол өзін сол орындықта отырған күйі талай рет елестеткен. Аяғына жылы көрпе жауып алып, күннің батқанын тамашалап шай ішіп отырғанын көз алдына қайта-қайта келетін. Бұл оның өмір бойы шаршаған жаны тыныстайтын мекені болуы керек еді. Ол дүкен алдында қымбат пальтоға ұзақ қарап тұрған күндерін ұмытқан жоқ. Сатып алуға ақшасы жетсе де үнсіз бұрылып кететін. Құрбылары шипажайға шақырғанда да түрлі сылтау айтып бас тартатын. Жиналған әрбір 1000 теңге, сақталған әрбір 100 теңге оның болашақ еркіндігіне қаланған кірпіш сияқты еді. Барлығы балалардың болашағына ақша жинап жатырмыз деп ойлайтын. Ал шын мәнінде ол өзінің арманы үшін жинап жүргенін ешкім білмейтін. Ал Олжас болса ақшаға мүлде басқаша қарайтын. Ақша бүгін бар, ертең жоқ деген ұстаныммен өмір сүрді. Қолының ашықтығы мен адамдарды күлдіретін мінезімен елге ұнайтын. Бірақ ең қатты жақсы көретіні өз анасы Тамара еді. Тамара өзін бәрінен жоғары ұстайтын әйел болатын. Оның ойынша келін деген баласының өмірін жеңілдету үшін тегін қызмет ететін адам ғана. Ауылда тұрғандықтан ол жол азабын айтып шағымдануды әдетке айналдырған. Белім ауырады. Автобус қатты шайқалады. Ауыр сөмкелерді аялдамадан үйге дейін көтеріп жүру қиын. Шіркін, өзімнің көлігім болса ғой деп күрсіне беретін. Бұл сөздерді Ләззат бұрын еш мән бермей тыңдайтын. Өйткені оның өз арманы бәрінен маңызды еді. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Таңертең ол банктегі жинағын жаңа депозитке аудармақ болды. Әдеттегідей қосымшаға кіріп, құпия сөзін терді. Келесі сәтте жүрегі бір тоқтап қалғандай болды. Шоттағы ақша жоқ еді. 15 жыл бойы жинаған қаржысының басым бөлігі ғайып болған. Шотта болмашы ғана қалыпты. Ләззат қайтадан қарап шықты. Тағы бір рет жаңартты. Ештеңе өзгермеді. Мүмкін банк қателескен шығар, мүмкін біреу бұзып кірген шығар деп ойлады. Не істерін білмей тұрған кезде есіктен жүзі бал болжанған Олжас кіріп келді. Мен кеттім, анамды жаңа көлігімен құттықтап келейін. Осы сөзден кейін барлық жұмбақтың шешімі бірден ашылды. Жаңа көлік пе? Ләззаттың даусы әрең естілді. Қандай көлік? Олжас қуанып күліп жіберді. Саған тосын сый болсын дегенмін. Анам бұрыннан көлік армандайтын еді ғой. Соны алып бердім. Аздап жүрілген, бірақ өте жақсы көлік. Қандай қуанғанын көрсең ғой. Жылап тұрып, менің ең жақсы ұлымсың деді. Ол өзін ерлік жасаған адамдай сезініп тұрды. Ал әйелінің өңі әп-сәтте апақ болып кеткенін мүлде байқамады. Сен менің ақшамды алдың ба? Ләззаттың ерні әзер қимылдады. Менің ақшам жамыз ғой, ол жауап берді. Қандай ашылығы бар? Бәрібір бір отбасының ақшасы емес пе? Мен тағы да табамын. Ал анама қазір көбірек керек болды. Сол сәтте Ләззат оның шын бейнесін анық көрді. Бұл бірге жарты өмір сүрген жар емес еді. Бұл өз арманы үшін еш нәрседен тайынбайтын адам болатын. Ол жай ғана ақшаны емес, әйелінің 15 жылдық үмітін ұрлаған. Ертеңіне үйдегі тәртіп мүлде өзгерді. Кешке Олжас жұмыстан келді. Ас үйден қуырылған картоптың иісі шығып тұр. Кешкі ас дайын ба? Дайын, өзіме ғана. Ләззат сабырмен жауап берді. Саған тоңазытқыштағы кешегі қарақұмық ботқасы қалды. Олжас аңтарылып қалды. Не айтып тұрсың? Бүгіннен бастап әркім өз шығынын өзі төлейді. Мынау коммуналдық төлемдердің есебі, жартысын сен төлейсің, мен өз үлесімді төлеп қойдым. Азық-түлікті де әркім өзі сатып алады. Қаласаң ортақ ақша жинайық, бірақ бәрі тең болады.
Олжас бұны қалжың шығар деп ойлады. Бірақ Ләззаттың жүзінен ешқандай күлкі байқалмады. Бірнеше күннен кейін Олжас бұрынғыдай Жанармайға ақша сұрады. Ләззат жай ғана басын шайқады. Кешір, менің барлық бос ақшам қазір өте маңызды іске жұмсалды. Сенің анаңның көлігіне өзің айттың ғой. Оған көбірек керек дедің, ересек адамсың, бұл мәселені өзің шешерсің. Сенбі күні Ләззат енесіне телефон соқты. Тамара апай, жаңа көлігіңіз құтты болсын. Маған кішкене көмектесіп жібересіз бе? Базарға баруым керек. Енді сізде көлік бар ғой, қиын болмайтын шығар. Енесі амалсыз келісті. Бірақ Ләззат оны 3 сағат бойы қала ішінде жүргізді. Біресе мына дүкенге кірді, біресе қайта оралуды сұрады. Кейін құрылыс дүкеніне апарды. Өзі кезекте 40 минут тұрып қалды. Ал Тамара апай көлікте күтіп отырды. Бір ретпен тоқтаған жоқ. Ертеңіне тағы қоңырау, мені жұмыстан алып кетіңізші, кеш болып қалды. Арғы күні тағы құрбыма барамын. Сыйлығым ауыр, автобуспен бару қиын. Одан кейін тағы. Сауда орталығына апарып жіберіңізші, перде қараймын. Көлігіңіз өте ыңғайлы екен. Бірнеше аптадан кейін Тамара апай шаршап кетті. Армандаған көлігі енді оған қуаныш емес, тек шығын мен әбігер әкелетін болды. Ал Олжастың да өмірі қиындай түсті. Үйде бұрынғыдай дәмді ас жоқ. Түптелген көйлектер дайын тұрмайды. Ақша да бұрынғыдай қолында болмай қалды. 3 апта өткен соң екеуі Ләззатты күтіп отырды. Олжас сөз бастады. Ол не қылған ойын? Анамды әдейі қинап жүрсің. Отбасымызды бұзып жатырсың. Тамара апай да қосылды. Сені қызымдай көріп едім. Сөйтсем мүлде басқа адам екенсің. Ләззат үндемей шкафтан құжаттарды алып шықты. Банк үзіндісін олардың алдына қойды. Мына ақша менің арманым болатын. Бұл балалардың үйіне де арналмаған. Бұл сендердің қажеттерің үшін де жиналған жоқ. Мен 20 жыл бойы өзімнен бәрін аядым. Жаңа киім алмадым, демалысқа бармадым. Өйткені қартайғанда көл жағасындағы шағын үйде тыныш өсірім келді. Ал сен сол арманымды ұрлап анаңа сыйладың. Қазір сендердің алдарында 2 ғана таңдау бар. Бірінші таңдау, көлікті сатасыңдар, ақшамды толық қайтарасыңдар. Екінші таңдау. Ертең ажырасуға арыз беремін. Мүліктің бәрі заң бойынша бөлінеді. Сонда бұл көлікте ортақ мүлік болып есептеледі. Сот арқылы бәрібір өз үлесімді аламын. Ас үй іші үнсіз қалды. Тамара апай алғаш рет келіннің еш қалжыңдап тұрмағанын түсінді. 1 аптадан кейін көлік сатылды. Бағасы арзандап кеткендіктен айырмашылығын Олжас достарынан қарыз алып жапты. Ақша толықтай Ләззаттың шотына қайта түсті. Сол кеште ол соңғы рет екеуіне кешкі ас әзірледі. Бұл татуласудың асы емес еді. Бұл бір үйде бірге тұратын, бірақ бір-біріне бөтен 2 адамның соңғы тыныш кешкі асы болатын. Ләззат кешірмеді. Өйткені арманның ұрланғанын кешіру мүмкін емес еді. Сол түні ол ноутбугын қайта ашты. Бірақ бұл жолы банк шотын емес, көл жағасындағы шағын үйлердің хабарландыруларын қарап отырды. Енді ол бір нәрсені анық білді. Бір күні сол үйде жалғыз өзі шай ішеді. Және дәл сол шешім оның өміріндегі ең дұрыс шешім болады.